Үйге келіп өзім заттарым барлығын реттеп аткам. Сөйтсем мына нәрсени тауып алдым. Армияда жүрген кезде осындай бір анкета сияқты өзіміз бәріне беріп, номерларын, аккаунттарын жазғызған болатынбыз. Қазір қараңыздар. Өз қолымызбен салынған Жандар деген жауынгерлік досым салып берген. Вот мына осындай барлық палчандарымның номерлары бәрі тұр екен. Не деген информация, Шымкенттікі, Ақтау, Мерке. Ноталар жазып тастаппын. Алмай. Бизнес идея дейді. Жеті атамда жазыппын. Жаз берем деген мо ән букет. Өлең өзім жазғамна текстарды. Абай атамыздың қара сөздері. Досқа кеңес деген, растайым деген ән бар екен. Мынаның бәрі менің өзімнің әндерім. Тоған білесің бе наны? Менің әнім хит деген. Сосын туған жер бір өзің деп. Орыс тілі грамматика үйреніппін. Мына кітаптың бәрі менікі. Мынау жігер мен қайсарлығы үшін деп 2022-де алған екенмін. Мына несі бар екен. Ханзадасы бірінші орын деген. Краш дегенді алғаным ғой, мен краш. Көрдім бе? Базарға келдік. Қазір бізде Нұрайка барлығын айтады. Бүгін бізде Арапа, ертең оразам. Біз бүгін Арапа ұстап жатырық. Мен аузым оразам. Мына бәріміз дайындалып жатырық. Ана мамалары бар. Жүзім капиталы. Үйде жатып, ерініп жата бересі үй бұғып кетті. Тұрайық дедім. Бала болса үйде үй шашыла береді. Республика сарайына келдік. Я здесь была именно осы входтан. Өмірімде бір-ақ рет кіргенмін. Анита Цой келген кезде осы вход арқылы кіріп гримеркасына кірген болатынбыз. Сейчас второй раз я сюда пришла. Для чего? Чтобы уже выйти на сцену дворца. Курочка моя пришла. Кофе ішіп деп. Мен бүгін олшым миым істеп тұрған жоқ. Абсолютно күнде ұйықтамағам. Оразан соңғы күн болды айтпақшы. Сәресіне тұрдым да бүйтіп отырып, елі как не жеп не қойғанымды білмеймін. Сәресінен кейін ұйықтай алмай қалдым. Енді бүгін вообще ошибки допускаю страшно. Прям ми деген істемей тұрғыз. Как бы я не пыталась бы подключить свой мозг, давай, кам, соберись. Не получается. Бүгін андай бір финистил ішіп ұйықтаймын ғой деймін, что-нибудь такое. Успокоительный. Ага, сразу хоть. Я еще переживаю. Вчера переживала, поэтому ұйықтай алмай қалдым. Сториске шыға алмай жүрген едім. Не үшін десеңіздер, қайынсеген малға қайтып кеткен еді ғой. Демалысқа келеді, қуанып отырмын. Телефон шықлап үлгеріп жатырмын, тамақ жасап үлгеріп жатырмын. Папасына көңіл бөліп үлгеріп жатырмын. Дәрісін бермеудің кешіп қойым. Yok айтпаш, кетшім. Аягөз ханым, намаз оқымасам да Алладан не сұрасам, Алла менің сұрағанымды береді ма дейді. Береді, конечно. Вертолет, самолет, кеме, машина, двухэтажный үй, шетел, метел, күйеу, любой нәрсе сұрай беріңіз, Аллах тағала сұрағаныңыз береді. Аллах тағала кез келген құлының сұрағанын береді. Ол кәпір болса да, ол мұсылман болса да береді. Бірақ естеріңізден шығармаңыздар, иманды сүйгеніне береді. Неге біз бұлай жасамаймыз? Дүниені де сұрап, неге иманымыздың да күшеюін сұрамаймыз? Аллах тағала екеуін де береді ғой. Неге біз тек қана дүниеге үлкен маңыздылық қойып қойғанбыз? Сұрасаңшы, машинада сұраңыз, үйде сұраңыз, вертолет, самолет, любой нәрсе береді. Просто дұрыс уақытта сұраңыз, дұрыс дұға етіңіз. Аллах тағала әшейін былай береді сізге. Қасына иман тоже сұрақ қойсаңызшы. Намаздың қаза болмауын сұрақ қойыңыз. Не істеу керекпіз? Иманымыздың да күшеюін сұрау керекпіз да.
именно Аллах тағала сіздің сұрағаныңыз бермейді. Неге менікін беріп жатыр, пәленшенікін береді, түгеншенікін береді, үй десең үй беріп жатыр, машина десең машина беріп жатыр. Альхамдулилlah ше, ертең арғы күн шетелге ұшып баратын. Оны да осы жақында сұрап алған Құдайдан ше, Аллах сұрағанды береді маған. Неге сіздікін бермейді? Именно мына сіз қарап тұрсыз ғой, неге сіздікін бермейді? Ішіңізде бір мақсатыңыз, арманыңыз, желанияңыз бар ғой, неге орындалмай жатыр? Стараться етіп жатсыз, дұға етіп жатсыз, бірақ не істемей жатыр? Сізге бермей жатыр. Не үшін? Білесіз ба не үшін? Өйткені сіз дұрыс дұға етуді білмейсіз. Алла ананы берші, мынаны берші, әумин, болмайды олай. Дұрыс уақытта дұға етуді білмейсіз. Дұрыс амал жасауды білмейсіз. Содан кейін сіздің дұғаңызға жауап беру ұзақтығы не істей береді? Ұзара береді.